Ай жылаған түн, 4-ші бөлім. Меганың алдындағы автотұраққа кірген апайының көлігін алыстан таныған Айару айтқанды қылмай алдынан шығып қарсы алуға жүгіріп кетті. Абайла, Айко деп артынан еріп Батырхан да жарты жолға барып қайтты. Артына қарайлаумен қасына келген Батырханға қарап Аружан: "Айканы сылтауратып сен де апайының алдынан жүгіріп кетті ме?" деп едім. "Шүкір қайта келгеніңе" деп сынай қараған кезінде Батырхан: "Ой, сен де айтады екенсің. Айконы таңдағаным не көп көлік жан-жақтан бәрі" деп қипақтағанында Аружан: "Жарайды, ақталмай-ақ қой, ол мінез жалғыз саған ғана емес, жалпы еркектерге ортақ нәрсе ғой" деп күлді де өздеріне жақындап келе жатқан Айко мен апайына бұл да қолын бұлғап қошеметтесті. Батырхан бұған қарап: "Ай, әйелдер-ай, іштеріңде ит өліп жатырса да сыр білдірмейсіңдер-ау" деп ойлап үлгерді. Әдеттегідей беттен сүйіп амандасу рәсімі жасалған соң Аружан: "Папамызды жұмысына сіз келген соң кетерсің деп жібермей отырмын. Қош келдіңіз, Айжан. Аса дайындалмай-ақ та азды көпті бұйырған дәмнен ауыз тиіп шай ішейік" деп Аружан дастарханға шақырып өзі бастап ішке қарай алып жүрді. Жексенбі күн болған соң ба, бүгін Меганың ішінде адам көп, сауда және ойын-сауық орталықтары жетіп артылатынын осы қалада жұрттың көбісі осы Мегаларға келеді. Өйткені соңғы жаңадан ашылған осы орталықтарда демалыс пен заманауи көңіл көтеру орындары жақсы жабдықталған. Ерінбей 2-ші қабатқа көтерілген соң да біраз жүрген бұлар шығыс үлгісімен безендірілген шайханаға келді. Мына шайханаға жетем дегенше бір шай ішетін уақыт та өтеді екен деп Батырхан барлығын бір күлдірді. Шайхананың шетте оңаша бұрышына ыңғайланып дайындалған столға жақындап келіп Аружан: "Кәне дастарханға төрлетіңіз, Айжан апайымыз" дегенде Айжан: "Рахмет, мен қол шайып келейін" деп еді. "Қазір мен ертіп барам" деп Айару ере кетті. Даяшы жеткізіп берген дәмді ас пен қош иісті Кенияның шайының иісі мұрынды қытықтап, шайхана ішінде әдемі әуен ойнап тұр. Орындықтың арқасына жеңіл сулық күрткесін іле салған Айжан: "Мамасы, мұнша дайындалып әуре болыпсыз. Рахмет көңіліңізге. Мен бұлай кәделеп отырамыз деп күтпедім. Тіпті үйге қайта барып киініп шығуға да ерініп, фитнес залдан соң суға шайындым да сол спорттық формамен келе салып едім. Енді соныма ыңғайсызданып отырмын" деп Айжан күліп еді. "Ештеңе етпейді, қайта осылай дұрыс. Себебі Айка шай ішіп болған соң жоғарыға шығып апайыма мен машина жүргізе алатынымды көрсетем деп отыр. Иә, Айко" деп еді. Ол басын изеп мақұлдады. "Айтпақшы, Айжан, ұлыңызды ерте келдіңіз деп едім, неге келмеді?" деп сұраған Аружанға қарап Айжан: "Ой, қазіргі жастар бізден ары жұмыс басты ғой. Дос баласымен бірге менен бұрын үйден шығып кеткен. Мен сұрағам, анашым қолым тиіссе міндетті түрде соғам. Үй иелеріне менің атымнан рахмет айтыңыз" деген еді. "Мүмкін соғар, болмаса өзімізде жаман отырған жоқпыз" деп күлді. Әңгіме айтуға үлгереміз, әзірше астан алып отырайық. "Айжан, дәм алдырып отырыңыз" дегенде Айжан: "Ой, мен уже көп алдырдым. Астары дәмді екен" деп еді. Оныңыз рас, мен осы тамағына бола осы жерді таңдадым." Аружан да көңілденіп қалды. "Жарайды, өздеріңіз әңгімелесіп отыра беріңіздер, менің көлігімді көрсетем деп бір автошеберге жазылып қойып едім. Айыпқа бұйырмаңыз, Айжан, әлі кездесеміз" деп Батырхан орнынан тұрды. "Жарайды жаным, хабарласып тұр, қайтар кезде хабарласам" деп Аружан Батырханның көйлегінің жең жағасын дұрыстап бетінен сүйген. Аружан неге екені белгісіз көзінің қиығымен Айжанға қарады. Алғашқыда қызғаныш па әлде құмарлық па, бойын белгісіз сезім билеп кеткен Айжан. Бірақ өзін өзі тез жиып ала қойды да білдірмеген сыңай танытып Батырханға қарап: "Сізге де рахмет, уақытыңызды қиып біраз отырдыңыз" деп ары қарай Айарумен сөйлесіп кетті. Батырханнан қоштасса да кеткісі келмей тұрған адамның кейпі анық көрініп тұр еді. Сонда да болса білдірмей: "Жоға, сізге рахмет. Аружанмен хабарласып тұрыңыз, өйткені менің жолдасымнан көп нәрсе үйренуге болады" деп Аружанға қарап еді. Ол болса: "Жарайды, айналшықтай бермей бар енді.
деп ұрысқан кейіп танытты. Батырханның шығуы екен, Айжанның телефоны шырылдап, қараса ұлы екен. «Иә балам, иә, екінші қабаттамыз, шайханаға келе бер», деп Айжан сөйлесті де Аружанға қарап, «Ұлым ғой, төменге келген екен, ол құсат болса күтіп алайын», деп Айжан орнынан тұрып сыртқа беттеді. Айару дереу даяшыны шақырып стол үстін жинастырып алуды өтінді. Жаста болса, Айарудың алған тәрбиесі оңды екені көрініп тұр, әрі жігіт келе жатырған соңда толқып жүргендей көрінді. Сәлден соң жанына сұңғақ бойлы, шашын келісті қидырған, жарасымды киінген ұлын ертіп келген Айжан: «Ал, біздер келдік, ұқсат болса» деп еді. Сонда ғана бұрылып ұлына қараған Аружан сәл үндемей тұрып қалды да, қайта өзіне келіп өтірік шынды: «Ой, қандай сұлу жігіт, келе ғой» деп орындықты нұсқап дәмге шақырды. Анасының тарелкаға салып берген асын қарбытып жеп, сусын ішіп отырған ұлына қарап Айжан: «Өтеш, таныс отыр, мына тәтеңнің есімі Аружан. Ал мына сұлу қыз Айару, бізді бүгін қонаққа шақырушылар». «Я, танысқаныма қуаныштымын, менің атым Өтеген», деді аузындағы тамағын дұрыс жұтып үлгермеген күйі. «Міне, танысқандарыңыз енді дұрыс болды», деп Айжан онысын жуып шайды. «Мен бе қуаныштымын, Өтеген, алайда Айжан апай ұлыңыз менімен танысуға емес, тамақ жеуге келген сияқты, қарны ашып қалыпты ғой», деп бәрін ду күлдірді. Өтеген де қарап қалмай: «Қызбен танысып ешқайда қашпайды, алдымен дәмді тамақты жеп алу керек», деп шынымен қарным ашып келіп еді, «Рахмет, жақсы жедім», деп енді ыңғайланып отырды. «Сен, Айару, олай деме, еркек адамдардың тамақты көп жегені дұрыс. Тамақ жемесе организмде қайдан күш болады?» Жоғарға шығып Айарудың машина айдағанын көріп, арбалет спорт клубында садақ атып ұпай жинап жалпы отырыстары көңілдетті. Айару мен Өтеген залды аралап кеткен кезде әңгіме арасында Аружан Айжаннан жоғары оқуын қай жылдар оқып бітіргенін сұрады. Бір қыздардың аты жөнін атап еді, Айжан оларды білмейтін болып шықты. «Жай сұрағаным ғой, мүмкін менің таныстарымды білетін шығар» деп. Алайда олар қаланың жергілікті қыздары ғой, жатақханада тұрған жоқ. Көбіне жатақханада тұрған қыздар бір-біріне жақын келеді. «Рас қой», деді де әңгімені басқа жаққа бұрды. Айжан: «Енді міне жақын таныстық, қазақы дәстүрде осылай дастарханын жайып дос болады. Біздің отбасымыз осы. Айтпақшы, менің Айкадан үлкен ұлым бар. Құдай берген балам. Бүгін бір жұмыстарымен келе алмай қалды. Ендігі жерде араласып тұрайық. Аяруға бірге тілекші болайық. Әрине, ер адамдарға айта алмайтын әңгіме не жағдайлар болса, мынау менің телефоным, тікелей хабарласыңыз, еш ұяты жоқ». «Рахмет, Аружан, ниетіңізді түсіндім. Алайда біздер ата-аналармен тек баласының оқуы мен тәрбиесі жөнінде ғана хабарласамыз. Достық ниетіңізді қабыл алайын, бірақ айтайын дегенім, Алла бізді бір-бірімізге жағдай айтып хабарластырмасын», деп еді. «Оныңыз дұрыс, мен шын ниетіммен айттым, жалпы есіңізде болар», деп Аружан күлген болды, алайда онысы жасанды шыққандай болды. Сәлден соң Айжан ұлын көлігіне отырғызып үйлеріне қайтты. Көлігіне қарай шығарып салып келе жатып Айару: «Айжан апай, сізге бүгін шай ішу ұнады ма? Тек шыныңызды айтыңызшы», деп сұрады. «Әрине ұнады, жақсы отырдым. Әрі сенің мамаң қара, қаншалықты сарқыт салып берді. Енді үйге барып өзім оңаша отырып рахаттанып шай ішетін болдым». «Айжан апай, жасырмай айтайын, менің мамамның кейде артық сөйлеп, немесе бір нәрсе сұрап қоятын мінезі бар. Егер көңіліңізге алған жеріңіз болса, айыпқа бұйырмаңызшы». «Жоқ, Айка, бәрі дұрыс. Бәріміз де әйелміз ғой, көп нәрсені білгіміз келіп тұрады. Бірақ әр нәрсенің өзінің уақыты бар. Пендеміз ғой, асыға береміз», деп олар ұзай берді де қош айтып ақ жол тілеген Аружан шайхана алдында қала берді. Соңдарынан қарап сүйсініп тұрған Аружан: «Әзірше бәрі жоспар бойынша келе жатыр. Әлі де шындық толық ашуым үшін шамалы уақыт керек», деп күбірледі. «Иә, Өткенге қайта оралайық». Жылап-жылап залдағы диванда жатып ұйықтап қалған Айжанды біраздан соң бөлмесінен шыққан Асылбек оятып,
Жүр, орныңа жат, болды жылама, егер қаласаң таңертең өзім бәрін айтып берем деп еді. Керек жоқ, айта алмаған басқа әңгімең болса айтарсың. Қазір маған маза берші, демалайын деген Айжан теріс қарап ұйықтап қалды. Жарайды, сенің басыңды шатқаныма енді өкініп жүрмін. Таңертең сөйлесерміз деп Асылбек те жастығына басын қойды. Түнгі терезеден көрініп, көшіп жатқан бұлттардың арасынан толық ай анда-санда көрініп бір жаққа асығып бара жатқандай болып тұрды. Таңертең ерте тұрып Асылбектің шай суын дайындап жүрген Айжан кешегі шу шығарған кейпі есіне түсіп ата-енесінен, Асылбектен ұялып жүрді. Орнынан тұрып жуынатын бөлмеге кіріп бара жатқан Асылбекке қарап жай күлімсіреп еді, ол да тоқтап, құшақтап, сені де түсінем, уайымдама, бәрі дұрыс болады деп бетінен сүйді де ішке кірді. Сәлден соң шай қамын дайындап жүрген Айжан жуынатын бөлменің жартылай ашық тұрғанын көріп, бет-аузына жаққан көбікті қырып тұрған Асылбектің артқы жағынан келіп құшақтап қатты арқасынан иіскеп тұрды. Сәлден соң амалсыз бұрылған Асылбектің бетіндегі көбігімен ойнап, бет жүзіне ары-бері жаға бастады. Екеуі дым үн шығармай күле бастады. Ата-енесінің бөлмесінің ашылғанын естіген Айжан жуынатын бөлмеден шыға алмай қалды да біраз тұрды. Сәлден соң енесінің есігінің қайта жабылғанын естіп, тез шықты да ас бөлмеге кіріп кетті. Енесінің уайымдап дұрыс ұйықтай алмағанын жүрегімен сезген ол одан бетер ұялып жүрді. Сәлден соң бөлмесінен қайта шыққан енесі бұлардың шай ішіп отырғанын көріп, айналайын қозыларым, мен осылай жарасып жүре берсеңдерші. Қазір дос адам жоқ, бәрі дұшпан деп сөйлеп өте беріп еді, Айжан енесін шайға шақырды. Жарайды, ішсем ішейін, түк ұйықтай алмадым. Сосын жатып ұйықтауға тырысармын деп келіп столға жақындап еді, Айжан енесін төрге қарай шақырды. Жоқ, осы жерге отыра берем, ешкімді араларыңа отырғызбаңдар, кесірі тиеді деп бисмилласын айтып, нанның шетінен кішкене сындырып аузына салды. Апа, Айжанды бірнеше минут қала тұрайын деп орнынан тұрған Асылбек бетін сипап болып, кешегі жайды түсіндіріп айтам деп едім дегенінде енесі, жоқ, еркек басырыңды кішірейтіп сен айтпай-ақ қой, жұмысыңа кете бер, мен өзім бар шындықты айтам деп енесі кесесін Айжанға ұсынды. Жоқ апа, енді ол әңгімеге оралмай-ақ қояйықшы, сіз мені кешірсеңіз болды апа деп Айжан күмілжіп төмен қарады. Айналайын, сенен жарығым, ақылды адам екеніңді сезіп едім, енді көзім жетіп отыр. Алайда шындық айтылуы керек, біздің елден ұялатын ештемеміз жоқ, сондықтан білгенің дұрыс деп сәл күрсінген енесі іштей шүкірлігін айтып, Айжанның бар өнерін салып баптаған шайын ішіп отырды. Атам ауырып қалған жоқ па, бұл кезде тұрып жүруші еді деп Айжан сұрағанда енесі, ойбой, атаң бағана таң ала кеуімде тұрып, бүгінгі намазын сонда оқуға мешітке кетіп қалған, жаймен келем деп айтты деген енесі. Келін, қазір Алланың атын атап, саған бар шындықты айтам. Сенсең сенерсің, сенбесең де айтарым. Кешегі әйелдерден барып қайта сұрап қадіріңді кетірме, ұқтың ба? Ендеше сөз тыңда деп әңгімесін бастаған. Бұл күндері екеуі де марқұм болған ата-енесін ойлап, қазір де жүрегі қайта толқыды. Айжан ештеме деместен шайын құйып отыра берді, көзінің қиығымен енесіне қарап қойып, ауырып қалмас екен деп те уайымдап. Егер сізге ауыр тиетін болса айтпай-ақ қойыңызшы, дедім ғой. Мені түсініңіз, сіздің өз аузыңыздан шындықты естігім келеді, алайда дәл қазір ол әңгіменің қалай өрбейтіні мен үшін маңызы жоқ болып тұр, сондықтан артық жүйкеңізге тимесін деп еді, енесі басын шұлғып мақұлдап отырды. Я, келін, кім баласын жаман болсын деп тәрбиелейді шырағым. Құдай осы баламның басын шатты да қойды әйтеуір. Асылбекте өнерлі жігіт болған соң ауылдық клубтың белгілі мүшесі болды. Концертке шығып қосымша ақша тауып келеді. Кейде тез қайтып келе қояды, ал кей кездері апталап келмейді. Осыдан кейін көп айымдап жүрем.
Саған дейін 2 рет некесіз үйленді. Бірінші әйелі Гүлжан осы ауылдың қызы. Екеуі концертке бірге шығатын, бірге қайтатын еді. Екеуінің дос екенін естігенде біз де қуанып сол қайта құру заманында барымен базар деп тойын жасап бердік. Ата-анасына жақсы сый-сияпат көрсетіп кезінде ырзашылығын алғанбыз. Алайда Гүлжан дұрыс бала көтере алмады. Денесіне біткен шарана 4-5 айлығында түсіп қала берді. Алматы, Астана бармаған емші балгері қалмады. Бішкекке де апарып емделген болды. Нәтижесі солай бола берді. Қазақы емшілерге көрсетті, пайдасы болған ешкімі жоқ, құр ақша шашып қайтып жүрді. Олардың біреу Асылбекті белсіз деп кінәлапты. Ал оның дені таза, сау деген тексеріс қағазында алып алған еді. Сонымен 5 жылдан соң екеуі келісімді түрде ажырасты. Қазір көрші ауылдың өзінен көп үлкен әйелі қайтыс болған еркекке тиіп алған, бірақ одан да бала туа алмады. Сол баяғыша түсіп қала берді. Қазір сол еркектің 2 баласын қарап отбасы болып отыр. Шырағым, ешкімді де кінәламайын, бәрі Құдайдың қолында. Содан Асылбек бойдақ болып ұзақ жүрмеді. Сол ауылдың ансамблінен Асылбек концертіне арасында асаба болып беташарға да шығып жүрді. Ән айту өнері өз жағынан да, нағаш жағынан да бар. Сонан бір күні сол сапарға бірге шығып жүрген баламнан 12 жас кіші Жамал жылап еңіреп, Асылбектен 2 қабат болып қалдым деп маған үйге келді. Арасында алмаса соттатам деп қояды. Сол кезде ол Қызылордада біраз жұмыс істеп аяғында ауылға келіп жүрген кез еді. Асылбек алмайым деп басын ала қашты. Тіпті болмаған соң сол ауылдағы учаскелік милицияны ертіп бірге үйге келген соң әкесі Асылбекке: балам, сотталып кетерсің, не болғанда да үйлене бер, арғы жағын көре жатарсың деп ұрысты. Жамалдың әке-шешесі қайтыс болған, аға жеңгесінің қолында тұратын еді. Жұрттан ұят деп жеңгесінің қолына алтын жүзік тағып алып қашу жолымен Асылбекті әрең үйлендірдік. Жамал көп ұзамай мінез шығара бастады. Үйде келін емес, бейне бәріміздің бастығымыз сияқты сөйлеп, бейлеп төстейтін болды. Мен жарайды, жас қой, түсіне жатар деп ойлап аса үндемейтінмін. Біртіндеп басқа шығып Асылбектің жүріп тұруын шектеді. Асылбек айтқан қылмаса өшін біздерден алатын еді. Яғни бізге тиісіп ұрыс керіс шығаратын. Біз болсақ үндемей Асылбекке зиян тиер деп айтпаймыз. Дүкендерге көп қарызданыпты. Саунамен айналысатындар үйге қарызын сұрап бізге келетін болды. Біз білмейміз деп бірде қашқалақтаймыз, енді бірде бере саламыз, әйтеуір үйдің берекеті кете бастады. Маған аяғым ауыр деген еді, біраз уақыт өткен соң сұрасам, баланы түсіріп алдым деген. Асылбекке айтсам, өтірік айтқан екен, күйеуге шығып алу керек болған ғой деп ашуланды. Бала көтермей жүрді, сөйтсем Асылбек әдейі көтергізбей жүр екен, дәрі ішемін деп өзі ауырып қалама деп уайымдадым. 2-ші жылы Асылбек Жамалдың ағасымен сөйлесіп үйіне апарып тастады. Содан көп ұзамай КамАЗ Жамал деген аты шыға бастады. Ауылдан жанына қаладан келіп асфальт жол салушылармен әуейі болып, солардың КамАЗдарынан түспейтін болған соң жұрт сыртынан солай атайды екен. Бір күні үйден өз еркімен кетіп барып, көзіміз ашылды. Ажырасқан жігітке күйеуге шығып бала тауып алыпты. Сыпсың сөздер әлде әңгіме қылады. Мен өз басым көзіммен көрмеген соң еш нәрсе дей алмаймын. Міне 2 рет үйлену тарихы осылай, шырағым. Апа, мені де түсініңіз. Қайдағы бір көшеде кездескен әйелден түсіме де кірмеген әңгімені есту маған да оңай болған жоқ. Не болмаса алдын ала не балаңыз, немесе өзіңіз болып еш нәрсе айтпаған едіңіздер, сондықтан естіген кезде өмірден баз кесіп жынды болып кете жаздадым. Деп Айжан үндемей қалды. Түсінем, алтыным. Айқайлап айтатын әңгіме емес, саған да қалай айтсам екен деп ойлап жүретінмін. Алайда КамАЗ болса да бізден бұрын айтып үлгерген екен. Енесі КамАЗ дегенде Айжан еріксіз күліп жіберді. Солай қарағым, семья сенікі, абырой да сенікті. Ақты қара қылу оңай, ал бірақ қараны ақ қылу
яғни ақиқатқа жүгініп азаматыңның абыройын ел алдында көтере білу екінің бірінің қолынан келмейді. Ақырын жүріп анық бассаң адаспайсың айналайын. Біздің саған деген көңіліміз ақ, аман есен ұрпағымызды жалғастырсаң, алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Азаматына абырой алып беру деген осы. 40 күн аштықты ұмытып бір күн тойнарсың, ал бірақ та 40 күн тоқтықтан соң бір күн аш болған қиындау болады қарағым. Тек өзіңе сен, азаматыңмен босағаңа сен. Осы әңгімеден кейін Айжан қайдағы бір көшеде кездескен әйелдің айтқанына еріп, абыройсыздыққа ұрынғанына, Алла ақылға келтіріп, онсыз да көңілдері күпті, жүректері мұңлы жандарды жаманатты қылмағанына шүкіршілік етті. Арада 3 ай уақыт өтті. Жапырағын желмен ұшырып, қоңыр салқын күз келді. Бұ дегенмен ауа райы бірде суық, бірде жылып, жауыны мен бұршақ араласқан беймаза күндер басталды. Асылбек алаңсыз Айжанның жағдайына қарап, қабағы сәл кірбің тартса, қоса қиналып, босанар күні жақындаған сайын сары ойымға түсіп жүрді. Алайда жұмысынан келіп есіктен кіре сала жағдайын сұрайтын Асылбектің өзі аяқ астынан ауруханаға түсіп қалды. Алдында кеуде тұсын уқалап, осы жерім аздап шаншады деп жүретін. Айжан қанша айтып дәрігерге көрінсеңші дегенде, сен аман есен босанғанша шыдайым, сосын алаңсыз жатып емделем деп өзінің айтқанынан қайтпайды. Күздің жауынды күні көлігі бұзылып далада қалып, үйге өте кеш келді. Түнімен жөтеліп, ыстығы көтеріліп, мазасы әбден кеткен соң жедел жәрдемді шақырып, олар науқастың жағдайын көрген соң қалдырмай орталық ауруханаға алып кетті. Екі өкпесі қабынған деген диагнозбен тіркеуге алынғанмен, аппаратқа жатқызуға сыр беріп жүрген жүрегі шыдамапты. Дәрігерлер қолдан келгенді жасадық дейді. Сүттей үйіп отырған отбасы аңырап қалды. Анасы бұл қазаны көтер алмай жатып қалды. Асылбекті жерлегеннен кейін 2 күн өткен соң іші ауырып Айжан перзентханаға түсті. Дәрігерлер кеңесіп әлі толық мерзімі жетпеген деп қорқа соғып, кесарево жасап, баланы аман алып шықты. Бір қайғы, бір қуаныштан тұратын өмір ғой. 2 күн бұрын арыстай азаматынан айырылып қайғы басқан үйге көршілер бүгін бауы берік болсын айтып келіп жатты. Арада 20 күн өткенде Айжан баласын құшақтап аман сау оралды. Алдынан шығып қарсы алған атасы құндақтаулы баланы қолына алып барлық бөлмені аралатып шықты. Соңында диванда төсегінен тұрып отырған әжесіне әкеліп берді. Құмарланып қайта-қайта иіскеген енесі, атасы атын қойып батаңды берсеңші деді. Атасы, немеремнің аты Өтеген деп қоям. Алланың мені алдарқатып әкесінің өтеуіне берілген балам ғой, деп батасын берді. Атасының айтқан ақылы бір нәрсе ғана болды. Келін шырағым, көп түңіліп ойлана берме. Менің ойланатын уайымым мына енең болып жүр. Осы кісінің жағдайын ойлауымыз керек. Жас еместігімізді есептеп қарасақ, Құдай айтқанды қылса, алдымен мен кетуім керек. Апаңа қара. Әрине қарап отыра алмайсың. Апаң мен Өтештің жағдайын бірінші ойла. Осы уақытқа дейін тергенімізді айтпағанда жиған мал жетеді. Құдайға шүкір, қайыр сұрап кетпейміз. Сыртта жүргенімен қораға келіп тұратын малды маған ескертіп отырып азайт. Керегіңе жарата бер, қарсылығым жоқ. Салатын жерлерге әлгі не дейтін депозитке сала бер. Өтештің ертеңін ойла. Қорадан шығып кетсе жоғалатын малды немеремнің жолынан аямайым, бірақ көзің ашық қой, ақылмен жаса. Апаңның атынан ашып қойғанда біраз дүние бар. Қатарыңнан кем болып қиыншылық көрме қарағым. Бізді өлсек көметін сенсің, сондықтан саған сенем. Деп атасы аманатын айтқанда Айжан тіпті қалай болуы керектігін білмей қалды. Бір күні атасына, ата, мектепке барып жұмысқа сөйлесіп едім, директор маған дәл қазір орыс тілі мен әдебиеті маманы керек болып тұр, егер барып сырттай болса да түсіп қағазын алып келсең жұмысқа алам дейді.
Содан соң, деп сұраған атасына, газеттен екінші диплом, яғни екінші мамандық алуға шақырған хабарландыру оқып отырмын. Әрі бар болғаны 2 жыл ғана оқимын. Деп еді атасы. Сонда Шымкентке барасың ба? Деп сұрады. Иә ата, қазір сол оқу орнында кезінде бірге оқыған құрбым, жақын құрбым қызмет істейді. Сонымен сөйлесіп едім, жаңа қуана келісті, деп мәз болды Айжан. Ал баланы не істейміз? Жарайды, апаңа қарармын, баланы баға алмаймын ғой, деп қиналды атасы. Ата, бәрі дұрыс болса, өзіммен бірге ала кетем. Квартира мен күтуші жалдаймын. Қазір ондай шаруаның өзекті қиындығы жоқ қой. Қайдам, шырағым, айлап кететін болсаң, ай, баланың жағдайы бола қоймас, деп еді Айжан. Ата, уайым қылмаңыз, ұзақ оқып басынан аяғына дейін жүре бермейміз ғой. Шымкентке вариант қыламыз. Өйткені ол жақта ешкім оқып үйренбейді, тек өзіңіздің талпынысыңыз ғой шешетін. Дегенде атасы да мәз болып, иә, біздің Шымкенттен бәрі жасауға болады. Жақсы ғой, деді де артық сөзге бармады. Сонымен Айжан Шымқалаға барып шаруаларын реттеп келді де бас аяғы 1 айда жұмысқа шығып кетті. Сағаты да біраз болып, айлық жалақысы да оңды шығып жүрді. Үй арасы алыс болмаған соң баласын жүгіріп келіп емізіп енесінің жағдайында жасап кетіп жүрді. Атасын ертіп барып жаңадан шыққан кір жуатын автомат машинаны кредитке алғызды. Неге кредит? Толық төлеп ала бермейміз бе, деп сұраған атасына. Үндемеңіз дегендей көзін қысып қойып дүкеннен шыққан соң атасына. Ата, бөліп төлеп алған тиімді. Болса да беріп тұр ғой, ақшаны шаша бермеуіміз керек, деп айтқанында атасы түсінбесе дұрыс екен дей салды. Кешке атасына машинаны түсіндіріп, кірді саралап салып болған соң, тек мынаны ғана басасыз деп айтқанда атасы таң қалып, о, Құдайдың құдіреті, деп ырза болды. Осылай үйдегі жұмыстарын техникаға артып жеңілдеп алған соң, өтешке де қарауға мұршасы келіп жүрді. Өтеш күн өткен сайын қылық шығарып, атасына алданыш бола бастады. Енесі марқұм қанша ауырып жатса да баланың дауысы шықса орнынан тұрып іздеп кететін. Еңбектей бастағаны қосымша қиындық әкеле бастады, себебі бұрынғыдай бір орында жатпайды. Есік ашық қалса еңбектеп далаға шығып кететін өнер шығарғалы атасы риза болып жүр. Мен іздеп жүр ғой, деп қуана қолын алып тастамайды. Енесін арулап жерлегелі, артынан Құран оқып шелпек, бауырсақ пісіріп отыруды Айжан қалыс қалдырған емес. Арасында Динара досына қыдырып барғалы, оның айтуымен көлік алғысы келіп жүрсе де, атасына қалай айтуды білмей жүрді. Бір күні Айжанның неше жылдан төсек тартып жатқан әкесі қайтыс болып, соған атасы екеуі артынып-тартынып Ұзынағашқа барып қайтты. Алматыдан қайтар жолда атасы, шырағым, дүние қапылып кетсе де көлік алып үйреніп алшы. Жүргізіп жүргендерде сен сияқты келіншектер, деп сөз бастап, елге келген соң тағы да несиеге көлік алып алды. Атасының жүре тұруын Құдайдан күнде тілеп оқыған дұғасына қосып жүрген Айжанның кейінгі кезде көңіліне күдік кіре бастады. Егер ол күдік расталса, алдымен атасының қала берді басқаның бетіне қалай қараймын деп қорқып жүрді. Асылбектің анасының аруағы мен атасының алдында арылмас күнә болар нәрсенің соңғы нүктесін қалай қоюды білмей жүрді. 4-ші бөлімнің соңы, жалғасы бар. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы, авторы Тимур Шолан.